Және айтады: "Валлазина хум анил лагуи муғридун". Жәннатқа кіретін, Фирдаусқа кіретін момындардың екінші сипаты, сондай олар бос сөзден аулақ болады дейді. Міне бүгінгі Қазақстан көлемінде жұмалардың уағызының тақырыбы осы жалған, өтірік төңірегінде болды. Сондықтан Алла тағала айтып жатыр: ақыретте жәннаты болатын, фирдаустық болатын момынның бірінші сипаты намазда, хушуқта болатындар, ал екіншісі жаңа сипаты бос сөзден аулақ болатындар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Мән кана юъмину биллахи вал яумил ахир фәльяқул қайран ау лиясмут" дейді. Кім Аллаға және ақырет күніне сенсе, ол жақсы сөз айтсын дейді. Айта алмайды екен, үндемей отырсын дейді. Міне қараңыздар. Сондықтан адам бос сөзден аулақ болу керек. Бір хадис шарифте айтады: "Иннал аъдаа тукаффиру лисан" дейді. Адамның дене мүшелері мына тілімізді сөгеді екен. Сөйтіп, әр күні таңертең тұрғанда дейді, ей тіл деп айтады екен: "Сен дүзу болсаң, иншалла біз дүзуміз" дейді екен. Ал егер сен дұрыс болмасаң, онда бізде дұрыс емеспіз дейді екен. Сондықтан қазақта не дейді? Басқа бәле тілден дейді. Ал жәннаты момынның екінші сипаты бос сөзден аулақ болады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады: "Кафа бил мар'i казибан ан юхаддиса куллу ма самиъ". Адамның өтірікші, суайт, каззап болуына жеткілікті дейді. Әрбір естіген нәрсесін айта беру дейді. Осы хадис бүгінгі таңға айтылғандай масқара. Мынау қазір қаншама ақпарат құралдары бар. Facebook дейді, ВКонтакте дейді, жаңа WhatsApp'ың бар, тағысын тағы. Осындағы келген, таратылған ақпараттың мәнісіне бармай, таратуға құштар болып тұрамыз. Сондықтан пайғамбарымыз айтады: "Әркім естіген нәрсесін тарата берсе" дейді, "ол адамның өтірікші болуына жеткілікті" дейді. Сондықтан анау Қожа Насырдың әңгімесі бар ғой, естігенімді айтайын ба, көргенімді айтайын ба дейді. Сонда айтады: "Естігенің жалған болар, көргеніңді айт" дейді. Үйтті естіген нәрсені айта беру адамның өтірікші болуына жеткілікті деген пайғамбар. Мүмкін сен айтқанда емес шығар. Мүмкін сен естігенде емес шығар хабар. Сондықтан адам бір нәрсенің ақ қарасына жетпей, ол хабарды сөзге кіріспеу керек. Сондықтан Алла субхана тағала айтып жатыр, екінші сипаты аллазина хум анил лагуи муғридун, екінші сипаты бос сөзден, жалған, өтірік, ғайбат, боғауыз сөздерден аулақ болатындар дейді.